Арамей христиандары мұсылмандар секілді сәжде қылады. Олардың құлшылық қылу рәсімі мен намаздың арасындағы ұқсастықтары өте көп. Көріп отырғандарыңыздай сәжде, руку, қиям, тәкбірдегідей қол көтеру барлығы бұларда кездеседі. Бұрын айтып өткенімдей, Иса алейхиссалам пайғамбардың тілі арамей болған, және арамей тілінде Құдайды Аллаха деп атайды. Яғни бүгінгі Библияның түпнұсқасы арамей тілінде сақталған. Ал иврит тілінде Құдайды Элох, Элохим деп атайды. Тіпті тілдік тұрғыдан да ұқсастықтары бар. Библияның 1000-нан астам әртүрлі нұсқалары бар, және олар бір-біріне ұқсамайды. Ал Библияның түпнұсқасы Ветхий Завет арамей тілінде, қазіргі иврит тілінде сақталған. Ал Новый Завет грек тілінде жазылған. Осылайша ғасырлар бойы өзгеріске ұшырай берген. Сол себепті Библиядан Мұхаммед есімі мен Құдайдың Аллаха есімдері бұрмаланып жазылған. Дей тұрғанмен көптеген жазбалардың мазмұны сақталған. Бұл ақпараттар Құрандағы деректермен үйлеседі. Мен оларды қазір тізбектеп шығамын, және Библиядан дерек көзді келтіремін. Ақпараттың растығын тексеріп көріңіздер. Олар өлмеу үшін аяқ қолдарын жуу керек. Бұл Харун мен оның ұрпағына әдет болуы тиіс. Ол жиналатын орын мен алтарь, құлшылық қылатын бөлме арасына жуынатын ыдыс қойды. Мұса мен Харун және олардың ұлдары оған қол аяқтарын жуатын. Мұсаға Құдай бұйырғандай етіп, олар жиналатын орынға немесе алтарға жақындаған сайын жуынатын еді. Мен тірі болғанша сені ұлықтаймын, және сенің атыңды атап қолымды көтеремін. Яғни, мұсылмандар намазға кіру барысында Аллаху Акбар, Аллаулық деп тәкбір айтқан секілді. Ибрахим сәжде жасады, және Құдай оған айтты. Мұса мен Харун жиналыстан соң жиналатын орынға, алтарға келді де, сәжде жасады, және оларға Құдайдың берекеті келді. Сол кезде Иса киімін жыртты да Құдайдың алдында сәжде жасады, және сол жерде кешке дейін қалды. Олар жолда тізелерін бүгіп сәжде жасады. Олар құлшылық қылып, Құдайға шүкіршілік етіп, ол жақсы Құдай, оның махаббаты мәңгілік жалғасады деді. Мұны естіген шәкірттері қорыққан күйі сәжде жасады. Ильяс Кармел тауының шыңына шығып, жерге еңкейіп тізелерінің арасына жүзін қойды, сәжде қылды. Кел, иіліп сәжде қылып құлшылық қыламыз, жаратушы Құдайдың алдында тізе бүгеміз. Мен сәжде қылдым да жыладым, уа Құдайым дедім. Сол кезде Иса аса құрметпен сәжде қылып, менің Құдайымның өзінің қолына қандай жолдауы бар деп сұрады. Ибрахимнің қызметшісі олардың айтқанын естігенде жерге дейін иіліп сәжде қылды. Christianity came here with St. Mark from the Holy Land in the 1st century, and it flourished all over Egypt until the rise of Islam in the 7th century. Now, only 10% of Egyptians are Coptic Christian. There are many aspects to the service that I recognize, and many that are strange to me, especially the prostration in prayer that stems back to the earliest Christian practice. It was later adopted by Islam. Библиядағы осы деректерді қорытындылай келе, арамей христиандарының құлшылық қылу рәсімі анағұрлым түпнұсқаға жақынырақ, ал олардікі біздің намазға ұқсас.